Су әлемінің тіршілік иелері балықтың сан түрі бар. Солардың ішіндегі ерекшесі скат. Скат балықтар класы тақта желбезектілер отрядының жоғарғы тобына жататын шеміршекті балық. Қоңыржай климаты мұхит және теңіз суларының жағалауына жақын, аса терең емес жерлерін мекендейді. Көбінесе акулалар мен өзінен ірі скаттардан қорғанып, су түбіндегі құмға тығылып жатады. Скаттардың түр-түсі теңіз табанындағы қоршаған ортамен түстес болады. Дене пішіні жалпақ, еті тығыз, терісі тықыр, тегіс болып келеді. Кейде оларды жалпиған акула деп те атайды. Ежелгі гректер скаттың жотасынан алынған уды анестезиологиялық дәрі ретінде қолданған. Жалпақ басы тұмсығымен және кеуде жүзбе қанаттарымен бірігіп кеткен. Желбезек саңылаулары бауырында орналасқан. Оған құм толып қалмас үшін басындағы танау тесігімен тыныс алады. Скаттың көзі жоғарғы жағында орналасқан. Ауызының айналасында жемтігінің электр зарядын сезетін жүйке талшықтары болады. Скат денесінің бер жағында электр қуаты бар органдары мен улы бездері орналасқан. Одан электр заряды тарайды. Оның бүйірінің астыңғы жағынан улы зат бөлінеді. Скаттың өзі өліп қалса да, оның күші адам өміріне қауіпті болып келеді. Скаттың құйрығы оның қорғаныс қаруы, және ол қозғалыс кезінде әрі-бері бұрылыстар жасауға септігін тигізеді. Олар 15-20 жыл өмір сүреді. Скаттың еті жеуге жарамды. Ол Қытай елінің ұлттық тағамдарында қолданылады. Скат кеуде қанаттарымен кеңінен жазып жіберіп, толқын тәрізді қимылмен жүзеді. Ең ірі скаттар манты немесе теңіз сайтаны деп аталады. Манты ашық мұхиттағы су бетінде жүреді. Моллюскілермен, шаяндармен, тікенділермен, планктондармен және ұсақ балықтармен қоректенеді. Бұрынғы кезде манталардың қанішерлігі туралы көптеген аңыздар болған. Адамдар бұл скаттың адамды орап алып, тұншықтырып жеп қояды, немесе түгелмен жұтады деп ойлаған. Сондықтан да бұрында барлығы оны мұхит шайтаны деп атаса керек. Олар 20 км/сағаттан артық жүзе алмайды. Сондықтан да ірі акула оларды оңай ұстап алуы мүмкін. Бірақ мантаның басқа да жануарлардығы сияқты ең үлкен жауы ол адам. Осы скаттардың еті бағалы болып саналады. Сол себептен көп жерлерде адамдар мантаны аулайды. Осындай ірі балықты ұстау өте қауіпті іс. Манталардың саны суда жыл сайын азайып барады. Бұл ғалымдардың мазасын туғызуда. Сонымен қатар, скаттың бойында 60-тан 230 вольтқа дейінгі қуат көзі болады. Олар барлық теңіз бен мұхиттарда, Арктика мен Антарктидада өмір сүреді. Скат жемтігіне алдымен тоқ беріп, яғни жансыздандырып алады да кейін қоректенеді. Бір қызығы, электрлі балықтың тоғының қуаты 50 автокөлікті іске қосуға шамасы жетеді екен.